Бүгінгі шара әннің туы тігілген, өнердің үлкен қайнаған қазаны кезіндегі Семей өңірінде, Абай облысында атақты Әміре Қашаубайдың 135 жылдығына арналған халықаралық деңгейдегі үлкен байқау. Яғни бұл Әміре бабамыздың кезіндегі ғасырлар қойнауындағы қазақтың халық әні, классикалық халық композиторларының жеткізген, айтқан әндерін, түгендеген әндерін кейінгі ұрпақтың үніменен, сол кісінің салып өткен сара жолыменен келе жатқан жастарға үлкен сахнаға шығарып, солардың жақсы әнін тыңдап, солардың әншілігін тыңдап, соларға үлкен жолдама беру, сүзгіден өткізу бір жағы, жас таланттарды електен өткізіп алу үшін жасалынып отырған үлкен іс-шара. Мұны қолдап жатқан облысының әкімшілігі, мәдениет басқармалары, осындағы үлкен мәдениет Әміре Қашаубаев атындағы филармонияның ұжымы, осы жердегі атсалысып жатқан барлық біздің әріптестерімізге үлкен рахметімізді айтамыз. Өйткені Әміре ол қазақтың әміресі, Әміре ол қазақтың үні, қазақтың жаны, қазақтың үлкен дәстүрлі көшінің басында тұрған біздің ардагер ән атасы Әміре. Сондықтан қазақ өнер жасасын, қазақ өнер өлмесін. Алла бұйырса осы үлкен дүбірлі көш жалғасын тапсын деген тілегім бар. 50-ге тарта әр облыстан, шетелден, Қытайдағы қандастарымыздың ішінен қатысуға үміткерлер болған. Бүгінгі мына жаңағы сараптама 38-дей бала қалды. Бұл кісілердің негізгі шарттары өте қиын. Бұл балаларға кезіндегі Әміренің айтқан ағаш аяқ әнін беріліп жатыр. Қыздарға қазақтың халық әні сметті беріліп жатыр. Негізі айтуға міндеттелген. Бұның күйігі әр өңірден келген біздің өнерпаздарымыз өз елінен шыққан авторларын, мықты-мықты халық композиторлардың халық әнімен, халық композиторларымен осы сахнада өнер көрсетеді. Яғни екі айналымнан тұрады. Алғашқысында ішінде Абай атамыздың әні бар. Өйткені Семейге келгеннен кейін Абай атамыздың әнін айналып өтуге болмайды. Кейінгі уақытта Еркін Шүкманов бауырымыздың қазіргі шығарған үлкен кітабы шықты. Абай әндерінің үлкен мұралық жағынан зерттеулері. Сол кітаптағы Абайдың негізгі өзінің шығарған әніне байланысты әнді сахнада жастар айтты.